Енді кейбір адамдар, барлығы емес, кейбір адамдар арасында бар екен. Енді ол адамдарды мен байқап қойдым. Бір түсінгенім, ол адамдарда пайдаланып қалу. Білмейтін нәрсесін алу, былай айтқанда тегін алу да. Ар жағында ештеңке жоқ. Енді бірақ былай қараңыздар, ол жаман программа. Сіздер біреуді пайдаландыңыздар ма, ертең біреу сіздерді пайдаланып кетеді. Сол үшін сіздерге айтам, ешқашан біреудің тегін үйрен қалу, ал қалу, істетіп алып, бермей қою деген нәрседен бас тартыңыздар. Всегда құнын беріңіздер, төленіңіздер, беріңіздер да. Сол кезде сіздерге де келеді. Бермейсіздер, алып қалдыңыздар, сіздерден де ертең басқа адам келіп, 2 есе 10 есе алып кетеді. Сол пайдаланудан қорқыңыздар. Сіз пайдаландыңыз ба, ертең біреу сізді пайдаланады.